Мен Қызылорда қаласындағы облыстық физика-математика бағытындағы білім-инновация лицей-интернатының оқушысы Нұрлан Фьюсон ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам байқауына су көлігі және экологиялық технологиялар саласындағы техникалық құрастыру номинациясы бойынша қатысып отырмын. Бұл байқауға мен қоршаған ортаны қорғауға бағытталған су айдындарындағы қоқыстан тазартуға арналған инновациялық жобамды ұсынамын. Қазіргі таңда өзендер мен көлдердің ластануы бүкіл әлемдегі өзекті мәселелердің бірі. Пластик қалдықтары мен тұрмыстық қоқыс су экожүйесіне зиян келтіріп қана қоймай, адам денсаулығына да қауіп төндіруде. Осы мәселені шешуге өз үлесімді қосу мақсатында мен арнайы су көлігін моделін құрастырдым. Менің жобам екі қайықтан тұратын ортасына қоқыс жинайтын экскаватор тәрізді механизм орнатылған құрылғы. Бұл механизм судың бетіндегі қоқысты автоматты түрде жинап, арнайы контейнерге жеткізеді. Бұл қайыққа ПВХ материалынан жасадық. Ол шағын вентилятор типтес мотор арқылы қозғалады. Бұл олардың суда еркін жүзуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар екі қайықтың үстіне адам отыруға ыңғайлы етіп жасалынған. Яғни бұл құрылғы тек қоқыс жинап қана қоймай, адамдарды тасымалдау қызметінде атқара алады. Көріп тұрғандарыңыздай қайықты суда жүргізіп көрдік. Еркін жүзеді, қоқысты контейнерге жинау құрылғысы айналдырғанда қоқысты контейнерге жинайды. Қайыққа жарық шамдар орнатылған. Оның арқасында түнде де жарық болатын болады. Жобаның басты артықшылықтары экологиялық тазалықты қамтамасыз етеді, су бетіндегі қоқысты тиімді әрі жылдам жинайды, комфункционалды, яғни әрі көлік, әрі тазарту құралы, қарапайым және қолжетімді бөлшектерден жасалған. Болашақта бұл жобаны жетілдіру арқылы күн энергиясымен жұмыс істейтін толық автоматтандырылған нұсқаны жасауға болады деп ойлаймын. Бұл өз көрген кезгенде қоршаған ортаға зиянсыз әрі тиімді технология болмақ. Қорытындылай келе, менің жобам табиғатты қорғауға бағытталған шағын қадам. Бірақ дәл осындай кішкентай қадамдар үлкен өзгерістерге алып келеді деп сенемін.